Эфирда Дагыстан радиосы. Амансыңыз ба, үйіңізге яқшылық аяулы радио тыңлаушылар. Бүгін 7 октябрь сәлі күн, заман 11 саат 25 дақиқа. Соңғы хабарларды береміз. Әлігі заманда республикамыздың егін қырларында оңы сию құллығы жүреді демеге керек. Сонымен байланысы болып, бұлайзат ақында айтып озбаға сүйеміз. Өз заманында оңы сиюға бәрі затта әзірленіп алынған болыпты. Айтпаға техника, оңы сие атаған ем тазалай атаған машиналар, керек болған шақты тракторлар, ем өзгелей басқа түрлі затлар. Дағыстан Республикасының Абыл хозяйство ем сауда министерствосынан білдіретаған кепте, бүкіллерге республика бойынша әжібидай 9000 гектар ерден еліп алынған. Саулай алып қарағанда 40 000 тонна әжібидай алынған болып көрінеді. Әрбір гектардан оңыз түсу 42 центнерге жетеді демеге болаяқпыз. Күн айланда 5500 гектар ерден еліп алынған болып шығады, 8000 тоннасы елған болып көрінеді. Әрбір гектардан оңыз алу 13 центнерге етіп барады демеге керек. Қайбір ерлерде дөгі еуді қызуында демеге болаяқпыз. Бір комбайнға есап еткенде 145 гектардан келеді демеге керек. Саулайы республика бойынша 622 комбайнлар, тек олардың оңы сиюда 590-ы ортақшылық ететаған болып шығады. Саулайы 81 000 гектар ерден оңы сиіп алынмаға қаралады екен. Әрбір гектардан оңыз алу әлігі заманда 46 центнерден келеді. Болғанман қайбір районларда дөгі оңысын алу жоғары демеге керек. Айтпаға, Бабайурт районында әрбір гектардан оңыз алу 59 центнерге етіп барады. Қызлар районында болса, әрбір гектардан оңыз алу бұл күнлерге 45 центнерге етіп тұры. Оңыз сиюшылар оңызы заманында ем-жойымсыз еп алмаға бел буғанлар демеге керек. Бұл күнлерде Октябрь революция атындағы каналын тазалау құлығы қызуында демеге болаяқпыз. Мұнда әлігі заманда тазалау құлығын мелиорация ем су хозяйстволық министерствосының ФГБУсы өткөріп тұрады екен. Оның специалистлерінің айтуы бойынша каналдың ұзынлығы 140 шақырым болады. Ем сонда ерден бәрі тасталған затларды еп алмаға да бек ауыр. Ама соғада қарамастан құллық бір тақиқада тоқталмайды деп айтар еді. Тек мұнда үкім бір шаулық беретаған заттың ақында айтпаға керек. Демек, коммуналлық ем инженер йорықлары. Қалашылардың қайбіреулері оны тазаламаға керегін аңламайдылар. Ем қайбір шақларда бір шаулық та етеділер демеге керек. Әдімшілік қылығы да өз себебін бермей болмайды. Канал ішіндегі елған заттар ақында айтпаға да керек туыл. 15 жылдан бері сосы канал тазаланмай тұрған болыпты екен. Ендігісі тазалау құлығын жүрітпегі бек ауыр. Сонымен байланысы болып, октябрь айының 15-нен алып 18-не дейін қалашылар су запасын етпеге кереклер. Ол да біздің оларға тілегіміз болады. Филиалдың вакілі Ганиевтің айтуы бойынша әлі де техника керек. Көбісі әлде етіспейділер. Егер дейім техника керек шақлы болып тұрса, біз сосы каналды көрсетілінген заманында тазалап алмаға амаллы боламыз. Сіз соңғы хабарларды тыңлайсыз. Криминаллық білдіру. Республикамыздың МВД-сының бәкілі білдіретаған кепте түнегін кешкі 17 саат 30 дақиқада Ноғай районы бойынша ішкі істер бөлігінің меканында қате бәле болған. Демек, біреуді өлтірген деп шексену тудырылып тұтылған ер кісі айтылған меканда полиция құлықшысына ябысу еткен ем тамамында сосы құлықшының енін ем көкірегін яралаған. Сол вақыт полиция құлықшысы сауытты құлламаға амалсыз болған.
Тамамында әдемді өлтірген деп шексіну тудыратаған әдем алған яраларынан өлген. Сонымен байланысы болып Дағыстанның ішкі істер министрі служебный тергеу йөртпегеде бұйрық берген. Әне тек ондан соң бұл жерде кім күнәлі екені тоқтастырылая. Культуралық яңылық. СССРдің халық артисті, Россияда өзінің атымен айтылған Иосиф Кобзон біздің Дағыстан жеріне келген. Бүгін бас қаламыз Махачкаладағы орыс театрының үлкен залында кешкі 6 сағат 30 дақиқада өзінің концертін береді. Бір оқ заманда Иосиф Кобзонмен бірге Россияның МВД-сының ішкі әскершілік ер ембеу академиялық ансамблі де өзінің өнерін көрсетейік. Онымен етекшілікті Россия Федерациясының халық артисті, коллективтің художестволық етекшісі генерал-майор Виктор Елисеев етеді екен. Бізде Иосиф Кобзонның талабын сүйетағанларды сосы концертке шақырамыз. Спорт. Футбол бойынша Россияның ема командасы Москваның түбіндегі Арена Химки деген базада бас тренер Фабио Капелладың жетекшілігімен өзінің үйренулеріне кіріскен. Ол да 2016 жылда Европа чемпионатында Швецияның Молдавияның командаларымен ойнауға әзірлік көру. Онда Москваның түбіндегі Ясяуқа спортлық школаларының, секцияларының тербияланушылары да ортақшылық етейеклер. Айтып озайық. Алдыда тұрған кіші юма күн 9 октябрьде Стокгольмде россияншылар шведлерге қарсы жолығысын бардырая. Молдавияның командасымен ойынлар Москвада 12 октябрьде өткөрілмеге деп қаралады. Ауа әллері қалай болаяқ екен? Дағыстанның гидромет орталығы білдіретаған кепте ауа асылында бұлытлы ашық болмаға қаралады. Күндіз ауаның жылылығы 13 градус, кеште 10, түн ортасында 11 градусқа етіп барая. Ел асылында сырт күнтуардан еседі, оның күшлілігі секундада 3 метрге етпеге амаллы. Дымқылық бүгін 89%. Күн көзінің туы 6 сәт 53 дақиқада, оның оңуы 18 сәт 22 дақиқада болая. Күннің ұзынлығы 11 сәт 21 дақиқаға етпеге амаллы. Теңіздің суының жылылығы 15 градус. Біз соң хабарларды бердік. Онымен сізді таныс еткен Зафира Магомедова.